2003 жылдың 14 шілдесінде ақш үкіметі көптеген адамдар үшін қорқынышты орын болған, яғни 51-ші аймақ туралы шындықты жариялады. Сәлеметсіздер ме? Сіздер киногер арнасындасыздар, және бүгін мен сіздерге қалалық аңыздар мен крипипастаның бірнеше оқиғасын айтып беремін. Біріншіден, мен жан түршігерлік 51-ші аймақ жобасы Абигейл туралы әңгімемен бастамақпын. Бұл оқиға 1943 жылға дейін жалғасады. Сол кезде 51-ші аймақ Индиана Спрингс әуе күштерінің көмекші аэродромы деп аталған. Алайда ол жерде тек ұшу сынақтары ғана емес, басқа да құпия тәжірибелер жүргізілді деген қауесет тез тарады. Сол кездегі бұқаралық ақпарат құралдары 51-ші аймақты суретке түсіруге тырысты. Бұл аймақта қауіпсіздік өте жоғары деңгейде қорғады. Жүздеген әскери жүк көліктері аймақты күзетіп тұрды. Журналистер аймақты алыстан түсіре алды. Кейін олар кейбір күзетшілердің үйлерін тауып, оларға үлкен ақша ұсына отырып, белгілі бір ақпаратты иеленді. Бұл Абигейл Вестер деген жас әрі әдемі қыздың тарихы болды. Ол 51-ші аймақтың ең беделді ғалымдарының бірі, майор Альберт Вестердің қызы еді. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ақш Гитлердің жетістіктері тұрақты ғылыми эксперименттердің арқасында болған деп есептеді. Осыған байланысты, америкалықтар жаңа бір адам түрін жасау керек деп ойлады. Ерекше бір әмбебап солдат, шынайы өмірдегі капитан Америка сияқты. Бірақ тәжірибеге өз денесін ұсынғысы келген ешкім болмағандықтан, Альберт Вестер өз қызы Абигейлді тәжірибеге қатысушы ретінде ұсынды. Университеттің тамаша студенті Абигейл әкесінің жұмысына қызығып, 51-ші аймақтағы іске белсенді араласа бастады. Әкесі мен қызы алдағы эксперименттің сәтті болатынына соншалықты сенімді болғандықтан, тіпті Абигейлдің жоғары радиацияға ұшырайтыны да оларды алаңдатпады. Дайындыққа көп уақыт бөлмей, Альберт Вестер дереу экспериментке кіріседі. Алайда көп ұзамай әріптес ғалымдар Абигейлдің әкесіне экспериментті тоқтату керектігін айтты, себебі қыздың беті деформацияланып, мутацияға ұшырай бастады. Оның тістері оғаш түрде өсе бастады, терісі бозарып, әдемі шаштары ағарып түсе бастады. Бірақ Альберт экспериментті тоқтатудан бас тартты. Ол егер эксперимент аяқталмаса, Абигейл өледі деп санайтын. Қыздың өзі де экспериментті жалғастыруды талап етті, өйткені олар теория бойынша тәжірибе сәтті аяқталса, тәжірибе қатысушысы мәңгі өмір сүреді деп сенген еді. Альберт қандай да бір жолмен жобаны жабуды жоспарлаған басшылықты өз тәжірибесінің сәтті болатынына сендірді. Көп жылдар бойы ол қызының үстінен тәжірибе жүргізуді жалғастырды. Прессаға шыққан мәліметтерге сәйкес, 51-ші аймақтың қызметкерлері үнемі Абигейлдің қамалған камерасына көп мөлшерде тамақ әкеліп тұратын, өйткені кәдімгі порция оны тойдыра алмайтын. Кейбіреулердің айтуынша, Альберт камерада бірнеше сағат бойы отырып, қызына сөйлеген, ал жауап ретінде күңгірт ырлы естіген. Кейін ол қатты жылайтын. Басқалары Абигейлдің ақыл есінен айырылып, оның денесі құбыжыққа айналғанын айтты. Оның бойы 3 метрге жуық болған, сүйектері ұзарып, адамдық қасиетін жоғалтқан. Ол енді жабайы аңға ұқсап кеткен еді. Эксперимент толық сәтсіздікке ұшырағанымен, Альберт оны жалғастыра берді. Дегенмен ақш армиясы мұндай сәтсіз экспериментке көп қаражат жұмсауға дайын емес еді. Олар күткендей суперсолдат шықпады, керісінше, аң сияқты құбыжық пайда болды. Нәтижесінде қаржыландыру тоқтатылды. Абигейлдің әкесі жобаны бастағаннан кейін 4 жыл өткен соң өз-өзіне қол жұмсады. Бірақ ол қоштасу хатында қызының өмірін сақтау туралы өтініш қалдырды. 51-ші аймақтың қызметкерлері оны өлтіруден бас тартты. Бірақ қаржыландыру тоқтатылғандықтан, оның камерасына бөлінетін күзет те азайтылды. Біраз уақыт өткен соң, камерадан қорқынышты айқайлар естілді. Кейін Абигейл 2 күзетшіні өлтіріп қашып кетті. Айтуларынша оқтар оған әсер етпеген. Монстр жасырынып қалды, және жаңа құрбандардың болмауы үшін оның орналасқан жерін ең мықты материалдармен қоршауға шешім қабылданды. Абигейл жобасы тоқтатылғаннан бері 70 жылдан астам уақыт өтті, бірақ кейбір күзетшілер 51-ші аймақтың батыс бөлігінде түнде Абигейлдің айқайларын еститіндерін айтады. Бұл аймаққа ешкім кірмейді, өйткені бұл құбыжықты жою мүмкін емес екенін біледі. Оны тек арнайы қоршауда ұстап тұруға тырысуда. Қалай дегенмен де, есінен ауысқан ғалым шын мәнінде өз тәжірибесі арқылы жеңілмейтін, бірақ ақылсыз және басқарылмайтын тіршілік иесін жасап шығарды.
Тағы бір қорқынышты қалалық аңыз жұмыстан шығарылған 51-ші аймақ қызметкерінің әңгімесіне негізделген. Бұл қызметкер әлемге ақш-тың ең қорғалған әскери базасында жүргізілген үрейлі эксперимент туралы айтты. Эксперимент үшін бізге 10 ұл және 1 қыз қажет болды. Балаларды көшелерден, тіпті балалар үйлерінен жинады. Себебі құпиялылықты бұзбау үшін басқа жерлерден алу тыйым салынды. Қыздың миына бөтен ағза енгізілді. Бізге бұл бөгде планеталық деп түсіндірді. Ол өзімен органикалық паразитті алып жүрді. Бұл паразит жылын сұйықтығымен қоректенетінен. Сұр зат орталық каналдың айналасында орналасқан, сондықтан паразит оған жету үшін тез өсе бастады. Ең қызығы, эксперимент барысында ми қызметінің өнімділігі айтарлықтай артқан. Ұлдарды үлкен экранның алдына отырғызып, көздерін таңумен шектеді. Содан соң сол бөлмеге қызды алып келді. Тест нәтижелері бізді шокқа ұшыратты. Қыз тек балалардың ойларын оқып қана қоймай, оларды экранға шығара алды. Бұл процесс ешқандай техникалық құралдарды пайдаланбай өтті. Зерттеу барысында алынған қан анализі де таң қалдырды. Лейкоциттердің деңгейі 2 есе төмендеді, ал тромбоциттердің саны бірнеше есе артты. Мен бұл балалардың болашағы туралы көп білмеймін, өйткені мен құпияны жария етпеу туралы қолхат бердім. Мені тым эмоционалды деп тапқандықтан, олар мені эксперименттердің әрі қарай жалғасуына қатыстырмады. Кейін мені жұмыстан шығарып, психиатриялық ауруханаға орналастырды. Олар осының арқасында менің айтқандарыма ешкім сенбейтініне сенімді болды. Мен мұнда 2 жылдан бері отырмын, және сіздер де түсінуіңіз керек. Мені түсіну қиын, маған сену қиын екенін білемін. Бірақ бәрі шындық. Келесі аңыз 51-ші аймақта қолға түскен жат жерлік тіршілік иесі туралы. Өзін Виктор деп таныстырған адам сұхбаттасу таспасын жасырын түрде алып шыққан екен. Алғаш рет бұл жазба 1997 жылдың 13 наурызында Арт Беллдің радио шоуында пайда болды. Бұл сұхбатта танымал уфолог Шон Дэвид Мортон бұл материалдың 1996 жылы түсірілген жаңа екендігін айтты. Сонымен қатар, Боб Дин, НЛО сарапшысы, жазбаның түпнұсқасын тексеруді талап етті. Виктор жазбаны жедел түрде телевизиялық арналар арқылы көрсетуді талап етті, өйткені егер билік оның кім екенін анықтаса, оны өлтіреді. Виктор көптеген телеарналарға ұсыныс жасады, бірақ тек 1996 жылдың шілдесінде Rocket On Pictures Production тәуелсіз компаниясы жазбаны көрсетуге келісім берді. Жазбада 2 адам камераның артында тұрды, біреуі әскери киімде, екіншісі кездейсоқ киімде болды. Олардың алдында микрофондармен жабдықталған ұзын үстел болды. Үстелде қара көзді, үлкен басты, қоңыр терлі шағын тіршілік иесі отырды. Мортон бұл тіршілік иесінің сау емес күйде екенін байқады. Ол тербеліп, роза беш түсті терісі бар еді, бірақ басының кейбір жерлері қанталаған тәрізді көрінді. Жазбаның соңына қарай тіршілік иесінде конвульсиялар басталып, аузынан көбік шықты. Дәрігерлер тез келіп, камера өшіп қалды. Жазбаның түпнұсқалығы туралы әркім әртүрлі ойлайды. Виктор пленканы қалай алып шыққаны туралы айтпады, өйткені ол өз өмірінен қорықты. Кейбіреулер бұл оқиғаға сенді, ал басқалар күмәнданды. Бүгінге осындай қалалық аңыздар жеткілікті болар. Видеоға лайк қойып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Барлығыңызға рахмет, сау болыңыздар.